Қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Бүгін сіздермен цистит туралы әңгіме көтерсек. Циститтің жүктілік кезіндегі немесе жүктіден тыс кездегі ерекшеліктерін айтатын болсақ, жүктілерде қалай емделеді, жүкті емес әйелдерде қалай емделеді, қай емдер тиімді, қай ем тиімсіз туралы сөз қозғайтын боламын. Тыңдай отырыңыз. Жалпы цистит дегеніміз не деген сұраққа келейік. Цистит дегеніміз ол қуықтың қабынуын цистит деп айтамыз. Ол қуықтың қабынуы қуық, бүйрек, несеп-ағардың сыртқы жыныс орнындағы шығуы, бұлардың бәрі несеп бөлу жүйесін құрайды. Бүйректер болады, ең жоғарыда бүйректер орналасады, одан несеп-ағарлар, мочеточник деп айтамыз, қуық, содан кейін мына жердегі мочеспускательный канал, зәр бөлу каналы. Егерде сізде бүйрек қабынса, бұл пиелонефрит болады. Егер қуық қабынса, цистит болады. Ал несеп-ағарыңыз мына жерде мочеспускательный канал қабынса, ол уретрит деп айтылады. Әр аурудың өзінің белгісі бар. Әр аурудың ерекшелігі бар. Бірақ көбінесе біздің жүктілеріміз бұл сырқатты өткізіп алғандықтан пиелонефрит, цистит, уретрит бәрі бірге жүрген кезде ғана келеді. Оның бәрі шатасып неғып кетеді. Енді жүкті кезінде жүктілерде неге бүйрек аурулары сонша маңызды? Енді өзіңізге қараңыз, елестетіңіз. Мына жерде жатыр тұр. Жатыр мұнарада үлкен көлемді түзіліс тұр. Мына несеп ағарлардың қабырғаларының жиырылып, несепті айдауының өзінің әсері бар. Жүктіліктің ол прогестерон гормоны, алдыңғы видеоларда біз айттық, что прогестерон ішекке, жатырдың қабырғасына успокаивающий әсер етеді, босаңсытушы әсер етеді. Сондай әсер мына несеп-ағарларға да кеңітіп ұстап тұрады. Енді бұның өзінің зиянды әсері бар, өйткені бұл несеп-ағарлар жиырылып, зәрді бүйректен қуыққа дейін айдап, сол түскен несеп сол жерде тұру керек. Және де мына қуықтың өзінің тонусы өзгереді. Жүктілік кезде қуықтың тонусы босаңсиды. Прогестерон деген гормонның әсерінің салдарынан қуықта босап, кеңіңкіреп, жиырып тұрмайды, сәл босаңқырап тұрады. Соған жүктілерде зәрдің де көбірек жиналуы және дәретке жиі баруының да себебінің бірі. Бұл қуықтың қабынуы бактериялар шақыру мүмкін, саңырауқұлақтар шақыру мүмкін, және де ол қоздырғышсыз қабыну болуы мүмкін. Бұл қабыну әйел организмінде қынаптың қабынуымен көбінесе бірлесіп келеді. Өйткені несеп жыныс жүйесі деп айтамыз. Бұл несеп жыныс жүйесі бір-бірімен дуалдас, бір-бірлерімен қабырғалас, мүшелер бір-біріне тығыз орналасқан, қызметі де бір-біріне шатаса, жанаса орналасқандықтан, мына жерде болған қабыну дуал арқылы қуыққа да, несеп-ағарларға да өтеді. Сондықтан выделениясы көп болатын әйелдерде цистит, уретрит жиі кездеседі. Енді бұл инфекцияның таралу ерекшелігі. Мысалға, мынау жүктілік барысында мынау несеп-ағарларымыз кеңіп тұрады дедіге. Сондықтан мына қуық толған кезде мына несептің қандай да бөлшегі қайтадан артқа берілуі мүмкін. Сондықтан рефлюкс деп айтылады ол. Рефлюкс болып қайтадан төмен жақта орналасқан бактериялардың жоғарғалай шабуы восходящая инфекция деп айтылады. Ал бүйректен қуыққа қарай жыныс жолдарына түсетін болса, ол нисходящая, то есть жоғарыдан төмен немесе төменнен жоғары өтетін инфекциялар. Енді цистит кезінде қандай белгі болады? Ол бірінші қасағат тұсының бір жайсыз сезімі, кіші дәретке жиі шығу, жиі шыққан кезде ашыту сезімін болу,
Содан кейін дәретке отырып болғаннан кейін жеңілдеген сезім болмауы. Дополнительно әрине сыздау, жаңа бүйректің тұсының ауырсыну деген симптомдар болады, ал именно циститтің өзі сондай. Қуығыңыз постоянно толып тұрған сияқты сезімде боласыз. Енді бұның алдын алудың жолы қандай? Жиі жылы сумен дәрет алу керек. Таза жылы сумен дәрет алу керек. Қынаптың ішінде бактериялар немесе воспаление болған жерлерді тез тазалап алып шығу керек. Егер де сізде енді цистит болды, енді сіз одан жазылу керексіз. Циститті егер сіз жүкті емес болсаңыз, бір рет ішілетін таблеткалар бар. Бір рет ішесіз, ол целый курсты алмастырады. Ал жүктілік кезінде сіз кез келген антибиотикті іше алмайсыз. Оның өзінің тағайындауы болу керек, оның өзінің уақыты болу керек. Мысалға, сіз жаңа 11-12 апталық жүктілік кезінде циститпен ауырсаңыз, бұл жаңаға дәрмекті уже қолдана алмайсыз. Ол жерде басқа дәрмек ішуге болады. Өйткені ол дәрмек жаңағы бір рет ішетін курс, бір реттік курс болып есептелетін дәрмек, ол нәрестеге өте зиян болып келеді. Сондықтан көбісіне проблема болатын жағдай, ол жаңа тұрмысқа шыққан қыз-келіншектер цистит болады, соның үстіне жүкті болады. Бұл процестер бір-біріне қиындатып, циститті дұрыстап емдеуге де мұрша жоқ, емделмеуге де болмайды. Емделсең нәрестеге зиян келтіреді. Сондықтан тұрмысқа шыққан кезде суықтамаудың әсерін амалын алу керек. Және де циститіңіз бар болатын болса, тұрмыста жоспарлаған алдында созылмалы циститіңіз бар болса, оны алдын ала емдеңіз. Выделениялар болса, тез әрекет жасап емделіңіз. Енді мына жерде айта кететін жағдай, цистит егер бұның қабырғасы қабынып тұратын болса, ол постоянно жиырылғысы келіп, ішіндегі жаңағыдай неғылғысы келеді, зәрді тез бөлгісі келеді. Циститте еще маңызды әсерлердің бірі сіздің сұйықтық ішуіңіз. Егер де зәр аз болса, ол еще сізде қабыну жүріп жатса, бұл бактериялардың қоюланып, еще зәрдің де қоюланып, бүйректің, несебағардың, қуықтың қабырғасын тітіркендіру. Зәріңіз қоюланған сайын ол әктеніп тұнба түзеді. Тұнбалар кейін қуықтағы тастарды байлауы мүмкін. Сондықтан сұйықтықты қажетті көлемде ішіңіз. Бұл алдын алу жолдарынан. Енді егер сізде жүктілік барысында бір тексеретін анализ бар, көп жүктілер оған ден бермейді. Симптомсыз бактериурияға несеп тапсыру. Симптомсыз бактериурия, яғни сізде ешқандай белгі жоқ қабынудың, бүйрегіңіздің ауырып жатқан, циститтің белгісі жоқ. Бірақ сізде симптомсыз бактериурия деген анализді тапсырған кезде, оның ішінде зәрмен қоса сізде бактериялар шығып жүрсе, бос күйінде бактериялар шығып жүрсе, ол өте қауіпті белгі. Неге қауіпті? Симптомсыз бактериурия 60-70 жағдайда жүктілік барысында бүйректі және қуықтың қабынуын шақырады. Ал бүйректің қабынуы өз жағдайында 30-40%-да мерзімнен ерте босануды шақырады. Неге маңызды деген кезде, сіз бүйрегіңіз қабынса, бүйрегіңіз жаңағыдай бактерия бөліп тұратын болса зәрмен бірге, ол сіз нәрестеңізді ерте босанып қоятын себептің бір ретінде қарау керексіз. Құр цистит ретінде жаңағыдай сәл бір 5-6 күн жаңағыдай қуық қысып, жаңағыдай жиі дәретке шығып жүрсеңіз, ол жеңіл проблема емес, ол ауыр проблемаға мерзімнен ерте босануға алып келуі мүмкін. Енді бұны қалай диагнозын қойылады? Диагнозын қою үшін сіз шағымдарыңызды айтасыз, жаңағы жиі аштып сеуіңізді айтасыз, жаңа тағы да бір өзіңіздің жалобаларыңыз болса, оны айтасыз. Содан кейін дәрігер сізден жалпы несеп анализі, және жалпы қан анализі, және Ничипаренко, Зимницкий деген өзі сынамалар бар. Сіздің әр сеу порцияларыңыз қандай, және де зәрді бакпасев жасау керек. Өйткені сіз мына жерде қандай бактерия тұр, және бұл бактерияны қандай антибиотиктер өлтіретінін таңдамай іше беретін болсаңыз, сіз, во-первых,
ұрыққа зиян келтіресіз, және де мынау жасаған еміңіз уақытша әсер береді және қайта өрши береді. Өршіген сайын бүйректің ауруы сіз бағана айтқандай мерзімнен ерте туу қаупіне шалдығасыз. Сондықтан цистит, жүктілік кезіндегі циститке жеңіл қарамаңыз. Ол мерзімнен ерте босану және ұрықтың маловесный болып туылуы, салмағының аз болып туылуы мүмкін.